Assalomu alaykum barchaga. Men Shirin Alnazarova, Investum Dikардың салушысы. Sizlerді YouTube kanalımızda ko'rib turganimdan juda quvonchliman. Meni ko'pchilik Bipul kurs arqali жақсы tanisa керек. Себебі 2025 жыл басынан Qoraqalpaqstanda birinchilerden болып, дүние жүзік финанс базарларында сауда қылу, яғни трейдинг бойынша Qoraqalpaq тіліндегі сапалы һәм толық төлемлі курсын канетларын беретұғын Bipul курс шөркемлестірген едім. Демек достар, келін бүгінгі видеомызда сіздерге Bipul курс хақында, яғни Investum тарапынан шөркемлестірген курсымыз хақындағы толық мағлұматларды анық ашқара тәртіпте көрсетіп беремін. Оның ішінде төлемлі курстар хақында да айтып өтіп кетемін. Сондай екен, бізден ұзақласпай YouTube каналымызға ағза болып, қоңырау түймесін һәм лайк басып, қолы қотлайсыздар деген үміттемін. Алдағы уақытта есе YouTube каналымызда сіздер менен трейдинг һәм инвестиция тараулары бойынша сапалы білімдерді, әлбетте Qoraqalpaq тілінде Bipul беруді ниет еткенмін. Мен Instagram профилімда да осы Bipul курс шөркемлестіріп, дұрыс жандасу керектігі бойынша да бекарға ударение беріп өткен жоқ едім. Сол елі көпшілікке жетіп бармаған ұқсайды. Бұл нәрсеге жақсы ітібарменен қарап, мақсатты тәртіпте жандасуларыңызды сұрап қалған болар едім. Достар, сіздерменен Bipul курсымызды анық ашқара тәртіпте көрсетіп беруден мақсат, һәм оларды басқа да төлемлі курстарменен толық тәртіпте салыстыру. Қазіргі уақытта білесіздер, бірнеше оқу курслары, төлемлі оқу курслары қаламыз ішінде де көбейіп кеткен. Түрлі менторлар, кураторлар, сақылар өздерінің төлемлі курсларын ашып, маркетинг жолдары сипатында пайдаланып, халқымыз арасында есе бұл сфераны жақсы сапалы тәртіпте оқытпай жатқанлығын көріп отырмын. Маған күнде түрлі наразылықтар келеді. Неге трейдерлар сонша пұл ақша істейтұғын болса, стабиль дарамат көретұғын болса, курс төлемлерін не үшін арзан қылып қоймайды, ямаса не үшін осындай тәртіпте сабақлықтарды жаратпайды деген. Әне солардың барлығына дұрыс шешім беру мақсатында да осы халқымыз тарапында Qoraqalpaq тіліндегі Bipul ресурслардың санын көбейтіп, оны курс сипатында халыққа алып шығып, басқа да менторларға да осы халқымыздың Qoraqalpaqстандағы осы тараудың дұрыс рауажлануына, және бір мәрте айтамын, ахметті болың, туры тәртіпте өсіп рауажлануына өз үлесімізді қосуымыз мүмкін екенлігін осы Bipul курсымыз арқылы көрсетіп қоюдан ібарат болады. Келін достар, сіздерменен осы Bipul курсымыз қандай болғанлығын нөлден бастап анық ашқара тәртіпте көрсетіп беруді бастаймыз. Оннан есе келесі сондай курс ашып пайдалана ма, немесе халқымызға Bipul курс беремен деп отырған, басқа трейдингді үйреніп, жетерлі тәртіпте тәжірибе топлап жатқан адамдарды мақсатты пайдаланса болады. Әзірде Telegram каналларымда көп келеді, жабық каналлар ашып төлемлі қылып қояды, лицоларын танытпайды, өздерінің білімлеріменен бөліспейді деген атамадағы. Әне енді осы Bipul курсты толық процесін көріп, өздеріңізге керекті жерлерін алып, Telegram каналларда өздеріңіздің білімлеріңіз, идеяларыңызбен бөлісіп баруыңыз, әне солардың өздеріңізге пайдалы болған тараптарын алып кіртсеңіз болады. Тек қана сол Instagramда бір моделограф алып, видео ала беруден ібарат емес трейдинг табиғи. Бұл жерде сіздің бере алатын жалғыз нәрсеңіз, бұл сіздің тәжірибеңіз, біліміңіз болып есептеледі. Әзірде сол білесіздер, мемлекетімізде Telegram пайдаланушылар өз кезегінде жоғары көрсеткішті құрайды. Сондай екен, білімдеріңізді осы тайпада да, осы мессенджерларда да бөлісіп баруыңызды сіздерге мәслихат беріп қаламын. Демек, біз басладық. Түсінетін адамлар уже менің не дейтұғылығымды түсініп алды деп ойлаймын. Міне достар, Investum жойбарын 2024 жылдың ноябрында бастаған болсам, осы күнге жеткенгі мүддетте мені Instagram каналдан, Telegram каналдан жақыннан бақылап келтірген адамлар біледі. Халқымыз үшін Bipul тәртіптегі сабақлықлар, курсларды шөлкемлестіріп, олардың білім дәрежесін нөлден бастап ізбе-із тәртіпте асырып баруға өз имканиятым дәрежесінде харекет етпектемін. Instagram профилімізді жүртіп бастағанымнан берлі бірінші өзі Bipul курстың 2 бөлімнен ібарат болды. Әзір күнге жеткенгі мүддетте осы бірінші бөлімі 2024 жыл ноябрь айында басталған болса, екінші бөліміне 2025 жылдың басында старт бергенмін. Бұл Bipul курстың 2 бөліміне осы күнге жеткенгі мүддетте 500-ден артық Qoraqalpaqстанлы трейдингға қызығушы адамдар қосылып, Bipul тәртіпте өздерінің білім
білімдерін нөлден ізбе-із тәртіпте асырып келу имканиятларына ие болмақты. Бұл процесті бастағанымда да расы менде де өз нөлбетінде қорқыныштар болды. Себебі халқымыз бұл нәрсені қандай тәртіпте қабылдайды, оларға ұнайды ма? Егер сонша адам жазылатұғын болса, мен бұл процесті әмелге асыра алады екенмін бе? Оқушыларға жетерлі тәртіпте сапалы білімдер бере алады екенмін бе деген сұрауларда өтті. Қазіргі күнге шекемесе, Аллахқа шүкір, бұған сенгерлер, инвестумменен бірге болғанлар, ақырына шекем со бастанғаннан тартып қазіргі күнге шекемгі тәртіпте өздерінің білімін жетілістіріп отырған оқушылар саны көп екенлігін, олар тараптан білдіріп жатқан ұнамды пікірлер көп екенлігін, қолдап қуатлаулар өз кезегінде жоғары тәртіпте екенлігін көріп, менде бұл процесті давамды тәртіпте алып кетуге болған мотивация үлкен. Құда қаласа бұл процесті елеге шекем алдағы уақытта сіздерменен бөлісіп баруды ниет еткенмін. Міне енді достар, қазіргі күнге шекем 500-ден артық оқушыға нөлден бастап ізбе-із тәртіптегі білім беріп келуім нәтижесінде таби менде де бұл процесте өзіме болған сенім, хам мотивация, хам тәжірибеде жетерлі тәртіпте артып барды деп ойлаймын. Сондықтан сіздер менен Instagram, Telegram, YouTube платформаларымызда бұйырса алдағы уақытта трейдинг һәм инвестиция тараулары бойынша жоғары көңіл білімдерді беруді алдыма режелестіріп қойғанмын. Демек достар, келin сіздер менен People курсымыздың бірінші бөлімінде қандай тәртіптегі білімдер болды, екінші тәртіптегі білімдер қалай болды, хаммасын толық ашқара тәртіпте көрсетіп барамын. Одан қала берсе видеоларымызда да көрсеңіз болады, қыстырып өтемен. Таби ол процесті, жанлы процесс қалай болғанлығын, ысбат дәлелдері менен оқушыларға тастап берілгенлігі, видео сабақтылықтар оларға ұнап отырғанлықтарын, пікірлерін хаммасын ашқара тәртіпте көру имканияты жаратылады. People курстың бірінші бөлімін шөлкеместірген уақытымда өзімнің директіме, Instagram, Telegram профилдарына түрлі сұраулар болды. Бұнан көзденген мақсат неден ібарат? Өзі People курс шөлкеместіруден мақсат не? Көпшілік тараптерден сенбеушіліктер болды. People нәрсенің бәрібір қадірі болмайды. People нәрсенің артында қандайда бір мәп жатқан болады. Ямасы сапалы болмайды дегенде түрлі күмән сұраулар болған. Ал өз нөбетінде есе бұны қолып қуатлаушыларда, бұған қызығушылар санында жетерлі тәртіпте болған. Har қандай білім әлбетте таби рәвіште нөлден бастап ізбе-із тәртіпте берілуі тиіс болып есептелінеді. Себебі, мысалы, сіз спортпен шұғылданған уақытыңызда да, егер сізге нагрузка бірден берілетін болса, таби бұны денеңіз көтермейді. Хам халсіздіктер келіп шығады. Ал білім алу процесінде де біз сол білімді нөлден бастап ізбе-із тәртіпте, егер бұл сфераны түсінбейтұғын оқушыға оның түсінетұғын тілінде бермейтұғын болсақ, оның да бұл тарауға болған қызығушылығы сөніп кетуі табиғи еді. Сондықтан бірінші бөлімде мен трейдингқа кірісу сабақтылықтары бойынша 13 видео сабақтылықтан ібарат болды. Онда оқушылар базар түрлері, оларға жантасу, крипто биржалар, брокерлар кімлер, одан қала берсе пипсті есаплау, лот есаплары, трендовый линия незат, MetaTrader 5 платформаларынан қалай пайдаланылады. Олыма айтқанда, сіз трейдингді еле түсінбейтұғын болсаңыз, дәслепкі түсінікілерді елеп алу имканияты болған тәртіптегі білімдерді беріп өттім. Бұл білімдер әлбетте өздеріміздің ана тілімізде қарақалпақ тілінде жазып алынған. Осы күнге шекемгі мүддетте қарақалпақ тілінде сапалы тәртіптегі ресурстар жоқ екенлігін көргенмен, сондықтан да ізбе-із рәвіштегі оқушы түсінетұғындай жеңіл тілде тәртіпте түсіндіріп беруге харекет етіп, бұл нәрсені шөлкеместіргенмен. Бұл курстың бірінші бөлімі халқымыз тараптан жылы мүнәсәбетпенен күтіп алулары, оқушылар өздерінің дәптерлеріне толық конспекттер жазып, әмелият ретінде сынап көріп бұл нәрселерді, сенгерліклері ұшынан, бұл нәрсені қолап көріп, өздеріне мақұл келгенліклері ұшынан, People курстың екінші бөлімін шөлкемлестіріңшерін, бұл нәрсе біздерге ұнап атырыпты, кейінгі бөлімдерді күтіп атырыппыз, біз бұнан көбірек сізден жақсы білімдерді күтіп атырыппыз дегендей түрлі iltimaslар һәм сораунамалар өз кезегінде жетерлі тәртіпте көп болды.
Жоғарыдағы талаплар һәм ұсыныстарды есапқа алған халда да бұл проектке сенім білдіріп отырған адамдар санының көплігін есапқа алып, және де халқымыз арасында қазіргі уақытта қаламыз ішінде ашылған төлемлі курстарда оқи алмағанлықтарын себебі білесіздер, курс бағалары өзге секілді мемлекеттік жұмыста істейтін адамдардың бір айлығы болып есептелінеді. Айне солардың барлығын есапқа алған тәрізде People курсымыздың екінші бөліміне старт бердім 2025 жыл басынан. Бұл курста ең ахметлісі достар, сіздер толық бір төлемлі курс атмосферасын сезіндіруді мақсат еттім. Һәм сол арқалыда оқушылар өздерін тап төлемлі курстарда оқып атырғандай үйге тапсырмаларын қадағалау, сабақ процестерін ізбес тәртіпте таслап беру, және де оларды 24/7 қолдап қуатлау қызметтерін жолға қою дегендердің хаммасын толық тәртіпте шөлкемлестірдім. Бұнда есе оқушылар жәмі 12 сабақтан ібарат болған видео сабақлықлар һәм хапте ақырында шөлкемлестірілген лайв чатлар арқалы трейдинг бойынша өздерінің оқу, яғни білім көлікпелерін кейінгі басқышқа алып шығу имканияттары толық тәртіпте жаратылды. Курсымыздың бірінші сабағында оқушылар базар түрлері менен толық танысып үлгерген болса, екінші һәм алтыншы сабақлықларында базарда анализдеу түрі болған техникалық анализдегі price action, трендовый линия, одан қала берсе Fibonacci, support, resistance сияқты темалар атамасында өздерінің білім һәм көлікпелерін жетілістіріп алу имканиятларына ие болды. Курсымыздың дәслепкі 6 сабақлығы міне ұсындай тәртіпте әмелге асырылды. Ол мүддет ішінде есе оқушыларға табиғи рәвіште үйге тапсырмалар, күшті қадағалаулар һәм қолдап қуатлау қызметлеріне толық пайдалану имканиятларын жаратып берген тәртіпте олардың түсінбеген сұрауларына жауап беріп өттім. Оқушылардың бір-бірлеріменен пікірлер алмасулары үшін, түсінбеген сұрауларына лайв форматта жауаплар алуы үшін har haftенің ақырында лайв чат өткіздім. Айне сол лайв чатта оқушылар дәслепкі лайв чатта трейдингді дұрыс старт атамасында болып өткен болса, екінші лайв чатымыз бұл базарды техникалық анализдеу хақында болып өтті. Осы күнге шекемгі мүддетті тәжірибемде бір нәрсенің куәсі болғанман достар, такрарлау хамеше бұл үйренудің анасы болып есептелінген. Сондықтан да оқушылардың алға тұрған білімдерін толық такрарлап алсын, міне осы нәрсені нөлден бастап жақсылап түсінсін, себебі әмелият етіп көрмесе, үйренген білімін тек қана бір көруден қабылдаудың имканияты жоқлығын, һәм ізбес тәртіпте осындай асырып барылмаса, олар бұл басқышқа таяр болмай қалулары мүмкіндігін, ертең реал сауда базарларына кіргенде техникалық анализ істеуде қиыншылықтарға туыс келіп қалулары мүмкіндігін хаммасын есепке алып, курсымыздың сол 6 сабағынан соң тест шөлкемлестірдім. Бұл тестті шөлкемлестіруден мақсат сондай болды, оқушылар алға тұрған білімдерін толық тәртіпте және бір қайталап алу имканиятлары болады. Һәм сол арқалы есе өздерінің білім дәрежелерін тексеріп, қандай жолда бара тұрыпты, қандай тәртіпте білім алға тұрыпты, хаммасын көріп, өздері танысып алу имканияты болатұғын еді. Һәм бұл тест өз нәубетінде құрамалы этаплардан және де белгіленген уақыттан кешіккен оқушыларды тексерместіктен ібарат болды. Тексермегенімнен соң өз кезегінде наразы оқушыларым шықты. Енді сіздерге де соны айтаман, құрметті бақылаушылар. Бұл тесттен кешіккен жауаптарды тексермеуімнен тек арғы мақсат сонда болды. Білесіздер, дүниежүзілік финанс базарларында егер хабарыңыз болатұғын болса, фундаментал анализ деген түрі де бар. Айне сонда шығып атырған әрқандай жаңалық бұл маркетке тек арынан өзінің тәсірін оғада жақсы тигізеді. Айне 1 минут кешігуіңізді де сіздің бұйыртпаңыздың минуста жаулуына, ямаса баланстың нөлге түсіп қалуына сияқты ақыбетлерге алып келеді. Сіздің бір ғана немқұрайлығыңыз, жауапкершіліксіз шамдасуыңыз тек арында. Оқушыларға да есе осы нәрсені түсіндіріп қою мақсатында оларды сол тартып интизам менен харекетленулерін қалегерлігім үшін да
айне сондай тәртіпте әмелге асырдым. Курста беріп отырған har qanday білімім, har qanday қатаң тәртіптегі қолып қуатлауым бұл жалғыз ғана олардың пайдасы үшін еді. Себебі әне сондай қатаң тәртіп, ынтызам бар жерде хамише өсу, алға ілгерлеу болған, һәм бұннан кейін де болады. People курсымыздың бірінші 6 сабағынан рухланған һәм онда жақсы білімдерге ие болған оқушылар енді курсымыздың екінші 6 сабақлығы бойынша білімдерді алуға таяр еді тестті өткеннен соң. Бірақ ең қызығы қалған 6 сабақлық тестепкі 6 сабақлығымыздан да оғада құрамалырақ, олар үшін біраз түсінуі қиынырақ болған темалардан ібарат еді. 7-8 сабақларымызда оқушылар базарды анализлеудің фундаментал анализ түрін үйреніп, онда экономикалық көрсеткіштер, соның ішінде процент ставкасы, инфляция, дефляция, GDP, яғни жалпы ішкі өнім, экономикалық цикл низат, әне соларды үйренген болса, 8-ші сабағымыз бұл 7-ші сабақтың екінші бөлімі сипатында да қаралды. Һәм онда оқушылар анализдеуші сервислар, яғни базарда жаңалықтар қалай шығады, мемлекеттердің экономикалық, социалық, саяси тұрмыслары қандай тәртіпте болып жатырыпты. Әзір білесіздер, 21-ші асырде хабар технология жақсы рауажланған. Сіз Америкада болып жатырған саясатты білуіңіз үшін Америкада жасауыңыз шарт емес. Бәлкім социал медиадан мақсатты тәртіпте пайдалансаңыз, әне сол материалдарды оқып, өзіңіздің білім дәрежеңізді жетілдіре тұрған болсаңыз, таби бұл процесті жақсы анықтап түсініп алу имканиятыңыз бар. Сондықтан да анализдеуші сервислар бұл фундаментал анализде жақсы орынды иелейтұғылығын есапқа алған тәрізде, біздердің 8-ші сабағымыз әне сол тәртіпте болып өтті. Бұл 7-8 сабақларымыз елі экономикамен жақыннан таныс болмаған адамлар үшін өз нәубетінде қиыншылықты тудыруы табиғи еді. Себебі хамемсам сол инфляция, низат, дефляция, низат сақыл атамаларға онша қызыға бермейміз, егер біздердің тарауымыз әне соған байланысты болмаса. Бұл есе өз кезегінде табиғи жағдай, бұны біз білімін алып жетілдіру имканиятымыз бар, хамише, әрдайым, әрқандай кәсіпте. Сондықтан да оқушылар арасында кешігулер, үйге тапсырмаларды уақытында орынламастық, темаларды түсінуменен қиыншылықтар болып өтті. Һәм оқушылар үйге тапсырмаларын толық тәртіпте жібермей атырғалықлары, жеке өзіме тапсырмай атқалықлары, группада актив болмай атқалықларын көргенімнен соң, табиғи мен оларға ескерту беруіме мәжбүр болдым. Әне сол сабақлықларымыздан соң оқушыларға ескертулерменен шықтым. Бұл ескертуді мен әлдеқашан 4-ші сабағымызда айтып өткен едім. Яғни курс давамында жауапкершілікпенен жандаспай атқан, немқұрайлықпенен қарап атырған, сабақларды уақытында орынламастан үйге тапсырмаларды таярламай атырған оқушыларды курстан шеттестіру мәселесінде. Себебі әне сондай тәртіп ынтызам менен жандаспасам, сол тәртіпте мақсатлы харекетлендірмесем, 200-ден аслам 300-ге жақын оқушыға har біріне индивидуал жандасуды әмелге асыру арқылы ғана олардың мақсатты тәртіпте білім алуларын тәмінлеу мүмкін еді. Сол үшін 4-ші сабақтан соң мен ескертулерді беріп өтіп кеткен едім. Бірақта шетлестіру мәселесін мен әйне сол 7-ші сабақлықларымыздан соң әмелге асырдым. Себебі оған шекемгі мүддеті хаммесі естіп алсын, көріп алсын, танысып алсын, бұл процеске еле масласып алсын деген мақсатте. Ең қызығы сонда достар, 7-ші сабағымыздан соң жеке өзім телеграм аккаунтым блокланаман дегенге шекемгі мүддетті 2 күнде тынымсыз сол әрбір оқушыға индивидуал жандасып, жеке өздерінің телеграм профильдарына білдіру смс-ларын жібердім. Әне сол смс-ларды оқып тұрып, оны танысқанлар, бірақта тиісті тәртіпте белгіленген уақытта жауап бермеген оқушылардың барлығын курстан шетлестіруді басладым. Құрметті бақылаушы, бұндан мақсат берілген ресурстан адамларды шеклеу емес, яғни оларды шеклеп қою емес, бәлкім олардың мақсатлы тәртіпте білім алуларын, осы жерде есе мақсаты анықларменен бірге істесуді қалегенлігімде болды. Себебі білесіздер, мақсаты анықлар хамише әрқандай сылтауларсыз
тек қана алдыға харекетленуден тоқтамайды, шаршамайды. Курсымыздың құрамалы сабақтылықтарына жетіп келгенімізден соң бұл шетлестіру мәселелерін жүді күшті қадағалау астына алдым. Себебі бұл бөлімлер өз кезегінде құрамалы сабақтылықтар, оған енді алдыңғыдай жандасулар болмайды. Себебі сіз жақсы жандаспасаңыз, жақсы тәртіпте әмелге асырмасаңыз, үйге тапсырмаларды уақытында орындамасаңыз, бұл темаларды түсіну өз нәубетінде қиыншылық тудыратұғын еді. 7-8 сабақтылықтарымыз фундаментал анализ болғаннан кейін біз 9 һәм 10 сабақтарымызда индикаторлар және де базардағы ең ахметлі үстемдіктердің бірі болып есептелінген риск money менеджменті хақындағы сабақтылықтар болып өтті. 9 сабағымызда оқушылар индикаторлардан RSI, Moving Average сияқтылардан қалай пайдалану, олар декарында стратегиялар жаратуды көріп өткен болса, 10 сабағымызда оқушылар Risk Money Managemenтларын 3 үлкен базар кесімінде, яғни акция, криптовалюта, форекс сияқты базарларда минимал рискпенен сауда істеу қалай болады, риск менеджменті қалай, money менеджментін қалай басқарамыз, одан қала берсе капиталға мас тәртіптегі рискті тау қандай болады, лотларды өлшеу қандай, портфель диверсификациясы нелерден ібарат болады, сияқтылар бойынша өздерінің білім һәм көлікпелерін жетілдіру имканиятына ие болды. Курсымыздың 11 сабағында есе оқушылар трейдинг, журнал һәм портфель түзу сияқлы ахметлі сабақтылықтарға да жетіп келді. Онда есе трейдинг, журнал түзу қандай тәртіпте болуын нөлден бастап реал тәжірибе сипатында көрсетіп бердім оқушыларға. Һәм портфельді қалай диверсификациялауымыз керек, ертең капитал менеджментінде бұл нәрсе ахметлі орын иелейтұғылығы хақында да мағлұматлар менен бөлістім. Енді ең қызығы достар, 12 ақырғы сабағымыз тасталуы керек болған күні 200-ден артық адам бар фильтрациядан өткеннен кейін қалған адамлар. Себебі бізде сол 9 сабақларымыз алдында, 8 сабағымыз алдында да ұлыма 7 сабағымыздан соң күшті фильтрацияны жолға қойғанбыз. Яғни сабақларды жақсы тәртіпте орынламай атқан оқушыларды группадан шетлестіргенбіз. Себебі бұнан көзденген мақсат жоғарыда айтып өткенімдей болды. Демек 12 сабағымыз тасталатын күні 200 адамның ішінен хаттегі бір адамда шығып, ұстаз, не үшін бүгін 12 сабақ тасталынбады дегендей сұраулар болмады. Бұл есе түсінемін, курстың кейінгі бөлімі өз нәубетінде қиын болды. Қиынырақ темалар декарында біз сөйлестік, мағлұматлар алдық, тәжірибелер асырдық. Айны солықтанан бәлкім ядыларына шыққан болуы мүмкін деп айтуы мүмкін еді, қашан бұл курс қатынасушылары онлаған, яки 20-лаған болатын болса. Ал енді бұл жерде қатынасып атырған 200-ден артық адам өздерінің қызығушылығы, өздерінің мақсатлары жолында жақсы харекетленбей атырғалықлары, жақсы жандасу қылмай атырғалықлары расы менің біраз кеуліме тиді. Сондықтан да 12 сабақ алды мен оқушыларға күшті ескертулер беріп өттім, оларға процесті толық түсіндірдім. Һәм курста активлік көрсетпей атырған, жақсы жандаспай атырған 44 адамды шетлестіруге мәжбүр болдым. Себебі оларға да алдын ала біз ескерту білдіргенбіз, бірақ та жетерлі тәртіптегі жауап бермеген, немесе уақытында орынламаған, немқұрайлықпенен қараған бұл процеске, һәм бұндай адамдар менен қоштасуға мәжбүр болдық. Ондан соң 27 адамға тиісті тәртіпті SMS-лар жібердім. Ол SMS-ларды да уақытында орынламаған, сабақларды толық көрмеген адамларды да кейінгі ертесі күнгі сағат сол 7-ге шейін уақыт берген едім. Соған шейін тапсырмаған бірнеше оқушыларды кейінгі тәртіпте шетлестірілді. Және бір мәрте ескертіп өтсемен, құрметті бақылаушылар, бұннан көзденген мақсат, яғни People курста қатынаспай атырған, немқұрайлық пенен жандасып атқан оқушыларды шетлестіруден мақсат, оларды бұл курста махрум ету емес, бәлкім олардың дұрыс мақсаты жолында анық харекетлер қылу керектігін, һәм өздері бастаған істе
ақырына шекем жеткізіп қою шартыменен бастау керектігін түсіндіруден ібарат еді. Курсымыздың ақырғы 12-ші сабағы бұл трейдингтағы ең ахметлі үстінлік. Хотя сіздің сауда процесстеріңізде 70-80% жағдайда байланысты болған фактор трейдинг психологиясы хақында болып өтті. Бұл сабақта оқушылар базардағы эмоционал бұзылыстар қалай болады, оларға біз қандай тәртіпте тәсірленбеуіміз керек, базардағы ашкөздік қорқыныш қандай болады, оларда қалай шетінеп өтуіміз керек болатындығын, және де саудаға психологиялық дұрыс жандасу недерден ібарат болуы керектігі хақында өздерінің білім һәм тәжірибелерін асыру имканиятларына ие болды. Бұл 6 сабақлықтың ішіндегі табиғи рәвіште біз оқушылардың түсінбеген сұрауларына жауап беру мақсатында лайв чатлар шөлкемлестірдік. Хаптенің ақырында екінші 6 сабақлықта оқушылар лайв чатта сауда қылу нызамлықларын үйрену һәм саудаға психологиялық дұрыс жандасу атамаларында өздерінің тәжірибелерін жеке өзімнен сорап арттырып, білімдерін асыру имканиятлары жаратылды. Һәм достар, ең ақырғы лайв чатымда соны айтып өткен едім. Білімді бердім. Бірінші People курстың бірінші бөлімінде олардан 0-ден бастап трейдинг тарауында көлікпесін жетілістірдім. Екінші бөлімде есе базарда техникалық һәм фундаментал анализлеу, риск мани менеджменті, индикатор, трейдинг журнал, портфель, диверсификация, трейдинг психология сияқтылар менен таныстырдым. Ал енді кейінгі басқыш есе табиғи рәвіште бұл реал саудаға жандасу еді. Енді оқушылар алған білімлерін реал базарда сынап көру басқышына да жетіп келген еді. Оның алдын есе біз оқушыларға алған білімдерін жақсылап тәкрарлап алулары үшін һәм олар бойынша өздерінің түсінбеген жерлерін және бір видео сабақлықтарды көріп түсініп алулары үшін мүддет бердім. Бұл мүддет сол 2 хаптеден астам уақыттың ішінде тәкрарлау процестері болып өтті. Әне сол тәкрарлауда есе оқушылар жоғарыдағы сол 12 сабақлығымызды көріп, үйге тапсырмаларын орындап, өздерінің білім тәжірибесін асыру керек еді. Әне сонан кейін біз реал саудаға жандасу алды оқушыларды әлбетте күшті фильтрация қылғанбыз. Себебі әне сондай қатаң тәртіпте фильтрация болмаса, қатаң тәртіптегі қолап қуатлаулар, олардан үйге тапсырмаларын қадағалауларды әмелге асырмайтұғын болсам, оқушылардан егедір бұл процеске жақсы жандасуларды кемейіп баратырғалықларын, бастаған істерінде ақырына жеткізулер, қиыншылықлар тудырып атырғалықларын көрдім һәм әрбір оқушымен индивидуал істесуге харекет еттім. Толық тәкрарлау процесі жұмақланғаннан соң біз реал саудаға өту алды тестпенен қабылдайтығылығым хақында айтып өттім. Һәм бұл тестті де шөркемлестірдік. Тесттан жетерлі тәртіптегі сол 10 сұрау болды өзі. 10 сұраудың 8 балын топлай алған, үйге тапсырмаларын уақытында орындаған, бірінші бөлім, екінші бөлімдерді People курстың сабақтарын көріп тамамлаған һәм үйге тапсырмаларды жеке өзіме тексерткен оқушыларды реал саудаға жандасу группасына алып өттім. Достар, сол нәрсеге бар менен қарауыңызды сұраған болар едім. Қазіргі уақытта көпшілік курсларға барсаңыз, қатекі төлемлі курсларға барсаңыз, сізді дару регистрациядан өтіп, картаңызды пополнение қылып, саудаға жандасамыз, ямаса графикке отырғызып алып, мынандай болады, нәтижесін дегендерден басталып кетеді. Ал мен жаратқан оқу курсында, яғни People курсында есе, тәсілеп білім беріп, бірінші бөлімде базар түрлерімен таныстырып, оларда платформалармен таныстырған болсам, екінші бөлімде анализлеуді үйреткен болсам, реал саудаға жандасуды есе ең ақырына қойғанмын. Себебі бұндан көзленген мақсат не болды дейтұғын болсаңыз, оқушы егер білім алу процесінде бірінші нөбетте білімді орынға қоймайтұғын болса, ертең реал саудаға жандасқанның ұлыма керегі жоқ. Һәм реал сауда менен білім бір уақытта берілетұғын болса, таби ертең үйреніп атырған адамның, ямасы сауда істеп атырған адамның бар ойы сол сауда позициясында болады, сол сауда позициясында қанша минус қылып атырпан, қанша плюс қылып атырпан, қанша ақша таудым, сақлы пікірлерге бөлініп кететұғын еді. Сондықтан да реал саудаға жандасуды біз басқа курстардан farklı түрде ең ақырына қойғанбыз һәм оннан есе қабылдауды да
мақсеті анық болған, өз үстінде істеген, хақиқи саудаға таяр болған оқушылар менен істесуді мақсет еткенбіз. Енді достар, және бір өз пікірімді айтып өтіп кетсем, бірінші бұндай етіп істеуімнен тек арғы мақсат адамларды ойлағанман, себебі бұл дүние жүзік финанс базарында өзіне жараса риск бар. Сіз тарауды жақсы түсінбейтұғын болсаңыз, бұл жерде әрбір қатеңіз сол хаммеміз қалейтұғын, сол хаммеміз соның ресурстарымызды, яғни қалеулерімізді қандырып беретұғын пұл жатады, яғни әрбір қате пұл менен төленеді. Бұл жерде сол нәрсені есапқа алып, сіздердің сол шаңырақлық бюджетіңізға да, өздеріңіздің қалтасыларына да зиян жетпесін деген мақсатте де бірінші білім бергенмен, айне соннан кейін барып тұрып реал саудаға жандасу мәселесін көріп өткенмен. Демек достар, бізде Beeple курсымыздың екінші бөлімі айне сондай тәртіпте әмелге асырылды. Жоғарыдағы этаплықлар бойынша жәмі бізде Beeple курсымыздың бірінші бөлімінде қазіргі мүддетке шекем 500-ден зият адам оқып тәлім алып отырған болса, екінші бөлімінде есе 200-ден артық фильтрланған, анық мақсеті болған, һәм барлық талапларды уақытында орындап келген оқушылар қалып, өз білімдерін жетілдіріп бармақта. Екінші бөлімде есе жетілдірілгендер саны 220-дан астамды құрайды. Бұннан көріп тұрғаныңыздай достар, екінші бөлімге 500-ге жақын адам қосылған болса да, бірақ оннан 50%-тен артық адам өздерінің қызығушылықтарына жауапкершілікпенен жандаспастан, немқұрайлықлары менен қараулары, бастаған ісін ақырына шекем жеткізіп қою шарты менен басламағанлықлары, һәм өз үстінде істеуді қалемейтұғын адамлар екенлігін көріп, расы бұл жағдай менің кеуіліміне қатты тиді. Дұрыс, хаммеда трейдер бола алмауы мүмкін. Бірақ берілген білімдерді жақсы меңгеріп, хамме нәрсені толық орылап, осы беріліп жатқан ресурстардың қадіріне жеткен әрбір бақылаушы, әрбір мақсаты жолында тынымсыз әрекеттенуші адам табиғи рәвіште бұл кәсіпте минимал болса да результатпен шығу имканияты бар еді. Маған Beeple курсты бастаған уақытымда көпшілік айтатұғын еді. Beeple жаратқаның менен халық бұның қадіріне жетпейді, түсінбейді, көрмейді, тыңламайды, ямаса бұл нәрсеге сенімсіздік білдіріп, жетерлі тәртіптегі қадағалау қылсаң да, бұл нәрсеге жауапкершілікпенен жандаспайды деген. Ал сол пікірлерден жырақта болуды қалегерлігім үшінді, мақсатымнен қайтпастан бұл нәрсені шөркемлестірдім. Туры 50%-тен артық адам бұл проектті жақсы қатынаспаған болса да, қазіргі күнде сенім білдіріп қалдырған, һәм қолдап қуатлап келатырған, жақсы білім алып атырған 207 адам үшінді бұл курсты давам еттіріп, оларды реал саудаға жандастырып, осы кәсіпте минимал болса да нәтиже ерісулеріне бір себепші вазипасын атқаруды мақсат етіп қойғанмын. Әзіргі уақытта төлемлі курстарда да көрген болсаңыз, сізді дару пополнение қыламыз, ямаса XM-нің $30 бонус аламыз, әне сөйтіп графикті бұндай анализдеп кетеді дегендей бірлемші ресурстарды жеткізбестен тұрып, оқушының дәрежесіне қарамастан тұрып, түрлі білімдер беріліп атырыпты. Бұл есе оқушылар арасында табиғи дұрыс жолдарды табуда қиыншылықтарға, ертең трейдинг тек қана сол нәрседен ібарат екен ғой, ямаса хақиқи білім қандай болуларын анықлай алмастан, разгон қылып кету, сигнал каналлар, роботлардан пайдалану, сияқты түрлі маркетинг жолдары сипатында пайдаланулары нәтижесінде әзір көпшілік арасында, яғни халқымыздың арасында сапасыз трейдингді үйренген адамлар саны оғада көбейіп баратырыпты. Қысқасы айтатұғын болсам, өзіме де жеке профилларыма көптеген SMS-лар келеді. Адамлардың памятлары толып қалған, яғни керексіз жетерлі тәртіптегі білімдер жоқ, тек қана сол разгон қылу арқалы кіші капиталларды тезірек байып кету, тез байып кетемін деп тұрып, бар дүниясын кірітіп, сол жерге бар капиталын кірітіп, капиталларын слив қылып, ертең не қыламан, кредит алайын ба, ямаса қарызымды жауым керек, сияқты түрлі бір кеуілсіз жағдайларға алып келінбекте. Сондықтан
Құрметлі бақылаушы, сізге де және бір мәрте ескерткен болар едім. Сіз трейдингді үйренбекшісіз бе, ямаса үйретіп атырған шығарсыз, сіз ментор шығарсыз, ямаса куратор шығарсыз. Бірінші нәубетте сапалы білімді бірінші орынға қоятығын болсаңыз, әлбетте сіз үйренуші сипатында дұрыс жолды таңдай алуыңыз мүмкіндігі. Ал үйретуші сипатында есе сізде үйреніп атырған адамлар дұрыс жол арқалы осы трейдинг һәм инвестицияларды 1xbet, казино сақылар менен алмастырып қоймастан жақсы, мақсатты тәртіпте білім алып, бұл жерде өздерінің риск алатығын суммалары менен финанслық, яғни жетіскеліктерге ерісіп, бәлкім шаңырақлық бюджеттеріне зиян жеткізбестен өздері қалегендей нәтижелерге ерісуі мүмкін деп ойлаймын. Жұмақ сипатында айтатығым болсам, құрметлі бақылаушы, әрдайым сізге беріліп атырған ресурс, яғни уақыт, ең қымбат бағалы ресурс болып есептелінеді. Сондықтан уақытымыздың қадіріне жетіп, соның ішінде сізге беріліп атырған имканият, бұл ресурслардан мақсатты тәртіпте пайдаланып, өздеріңіздің мақсатыңыз жолында тынымсыз харекет етсеңіз, әлбетте сіз қалегендей нәтижелерге ерісу имканият дәрежеңіз оғада артады. Және де төлемлі курс жүргемлестіріп атырған қарқандай үйретуші менторлар, соны да ядыңыздан шығармауыңыз лазым деп білемен. Сізге бүткіл бір халық сеніп, сізді қоллап қуатлап, яғни сізде арқалы үйреніп жақсы нәтижеге ерісемен деп баратырып па, әне сол адамларға да дұрыс тәртіпте, мақсатты тәртіпте хақиқи трейдинг қандай болу керектігін үйретіп баруыңызды сұраған болар едім. Ләжі барынша барлық сөздерімді, пікірлерімді қағазға орап болса да түсіндіруге харекет еттім. Қазіргі күнде сол нүкісте болып атырған, именно трейдинг сферасы бойынша болып атырған процесслер міне осындай тәртіпте әмелге асырып атырғанлықтарын көріп те, енді кімдір бұл ақында айтып сөйлеуі керектігін, әмде дұрыс жол қандай болуы керектігін көрсету лазым деп білдім. Сондықтан егерде сіздердің қайсыңыздарыңдыр күйреңізге тиген болсам, бұның үшін өз нәубетінде кешірім сұраймын. Бұл нәрсені дұрыс түсініп, жақсы меңгеріп, өздеріңізге жұмақ шығарып аласыздар деген үміттемін. Демек, достар, көріп куәсі болғаныңыздай, біздегі Beeple курс міне осындай тәртіпте әмелге асырылды. Төлемлі курс имканиятларын беруші толық Beeple курс менімше бүткіл бір орта Азияда болмағанлығының анық бір куәсі болып, бұған өздеріңізде сенім кәміл еткен болсаңыз керек. Бұл процесслеріміз еле алдағы уақытта давам етеді. Сондықтан бізден ұзақласпай, социал медиа тармақтарында бізді жақыннан бақылап барың. Бұл әлбетте тек қана басталуы болып есептелінеді. Міне достар, көріп куәсі болғаныңыздай, біздегі толық процесс сондай тәртіпте әмелге асырылды. Уақыт ең ұлы үлкен төреші дегеніндей, әлбетте уақыт өтуіменен кімде қандай жандасу болып атырыпты, һәммесін есап кітап қылғушы бар, һәммесі анық ашқара тәртіпте көрсетіледі деп ойлаймын. Сондықтан, егер сізге бүгінгі процесті жартып беруіңіз пайдалы болған болса, трейдинг тарауы бойынша беріп атырған білімдеріміз сіз үшін мақұл келген болса, біздерді Instagram, Telegram, YouTube каналдарымызда қолдап қуатлап, лайк басып, ағза болуды ядыңыздан шығарман. Һәм әлбетте бұл видеомызды трейдингға қызығушы достарыңызға да жіберіп қою ядыңыздан шықпасын. Міне достар, YouTube каналымда да сол тәртіптегі бірінші шығуларымды да бастап алдым. Инвестом жаратылғалы бері өзімнің мысалымда сондай Beeple курслар жаратып, халқымыз үшін пайдалы ресурслар санын көбейтіп, республикамызда бұл тараудың дұрыс тәртіпте өсіп рауажлану имканияты бар екенлігі, міне осындай трейдингді түсінетұғын адамлар арқылы әмелге асыру мүмкіншілігі бар екенлігін көрсетіп қоюдан абарат болды. Сіздер менен есе Instagram, Telegram һәм YouTube платформаларында бұнан кейінгі тәртіпте трейдинг һәм инвестиция тараулары бойынша өз білім һәм тәжірибелерімді ізбе-із тәртіпте асырып, басқышпа-басқыш беріп баруды ниет еткенмен, сондықтан егер де сізге қайсыдыр осы трейдинг бойынша
білім дәрежеңізді жетілдіруде керек болатығын ресурстар болатығын болса, ямаса қайсыдыр процесті бір ашық, анық көрсетіп баруымды қалесеңіз, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияда жазып кетуіңіз мүмкін. Бұл есе әлбетте кейінгі басқыштарда жұмақ шығарып, бұл нәрсенің халқымызға пайдалы болған ресурстардың санын көбейттіруге себепші бола алады. Достар, көргеніңізде жұмақ пікірім сұлардан барат болады. Ләжі барынша өз пікірлерімді сіздерге жеткеруге харекет еттім. Мен журналист, ямаса блогер, мобилограф емеспен. Бұны дұрыс түсінесіздер. Һәм комментарияда өз пікірлеріңізді білдіріп өтіп кетесіздер деген үміттемін. Инвестом һәмише мақсаты анықларменен бірге. Инвестомның басқа да жойбарларында көріскенше сау саламат болың.